Мұхит. Ол бізге бейтаныс әлем. Біз мұхиттың тұрғындары туралы өтте аз мағлұматтар білеміз. Мәселен, өтте үлкен кракендер. Одан көп адамдар қорқады. Ал шын мәнінде олар мұхиттың қорғаушысы. Бейне басталмас бұрын әдеттегідей арнаны қолдап, пікір қалдырып жүрген достарыма алғысымды айтам. Егер де жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға тіркеліп, бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Фильмнің басында кракендердің бір түрімен танысамыз. Бұл қыздың жасы 15-те, және оның есімі Рубби Гилдман. Бұл қыз өте қарапайым, өзінің бақытты сәтімен қиыншылықтарын қатар ұстап жүрген жасөспірім. Бәрінен бұрын Рубби жақында кемеде өтетін мектеп бітірушілер кешіне барғысы келеді. Алайда бір мәселе бар. Рубби өзінің кракен екенін білмейді. Оның ата-анасына мектеп кеші туралы жоспар мүлдем ұнамады. Оның анасы Агата тәжірибелі риэлтор, яғни жылжымайтын мүлікті сатумен айналысады. Ал әкесінің есімі Артур. Ол шеберханада жұмыс жасайды. Ол өзінің қойылымын өткізген соң тамақ жасағанды жақсы көреді. Інісінің есімі Сэм. Ол секіру жарысынан мүлдем жеңіліп көрмеген чемпион. Ал Руббидің өзі өте талантты, таңғажайып және алгебраны шімшкедей шағады. Бір сөзбен айтқанда, бұл отбасына мінсіз деуге болады. Біздің бақытты отбасы адамдардың арасында жағалауда орналасқан Океанвилле қаласында өмір сүреді. Және өздерін Канададан көшіп келген қарапайым адамдар секілді көрсетеді. Және Канададан көшіп келген себепті біздің түсіміз көк дейді. Рубби өзінің достарына, Марго, Трэвис және Блейз үшеуіне анасының мектеп бітіру кешіне жібермейтінін айтады. Сонда достары, біз онда сенсіз бара береміз дейді. Енді дұрыс қой. Руббидің отбасының мұхиттан қатты қорқатынына достарының ешқандай кінәсі жоқ емес пе? Бірақ та достары, сен анаңды алдап, мектеп бітіру кешіне жасырын барсаң болады емес пе дейді. Сонымен қатар мектептегі Конор деген жігітті сол кешке шақыр дейді. Ал Конордың келісуі үшін кешке шақырудың өзі жоғары деңгейде өту керек. Міне бұл кадрда Конордың өзінде көреміз. Конор мектептің нағыз жұлдызы екен. Түріне қарасаң сүйкімділеу, сымбаттылау, краштау ғой короче. Рубби жігіттің иә деп жауап бергенін армандайды. Шамасы жігіттің де біздің қызда көңілі бар секілді. Рубби қолына достарының берген ойыншық пушкасын алып жігітке барады. Сөйтіп өзінің жасқаншақтығын жеңіп, бар күш-жігерін бойына жинап, жігітті мектеп бітіру кешіне шақырғысы келеді. Қыз қатты қобалжып тұр. Жігіт қыздың ойыншық пушкасын қолына алғанда, Рубби абайсызда оның тетігін басып жібереді. Осындай жарылыстан краш жігітіміз мұхитқа түсіп кетті. Рубби сүйіктісін құтқарғысы келеді, бірақ та ол мұхиттан өте қатты қорқады. Қатты қорықса да Рубби суға секіріп түсті. Бірақ та бұл не екен? Не үшін қыздың денесі жап-жарық болып жанып тұр? Осы жерде Рубби адам сенгісіз қасиетін қолданып, Конорды тауып оны құтқарады. Алайда жігіт өзін құтқарған жаңадан келген өтте сұлу сыныптасы Челси деп ойлайды. Челси өзін өзі қатты жақсы көретін өтте айлакер қыз. Ол жиналған адамдардың көзінше Конорды құтқарған мен дейді. Сонда Рубби бірдеңе айтқысы келді, бірақ та оның қолдары жарқырай бастады. Сол үшін де қашып кетеді. Қыз кітапханаға тығылады және не үшін шам секілді жанып тұрғанын түсінер емес. Бұл әлі ештеңе емес. Оның қолдары мен аяқтары өтте ұзын шланга құсап созылып кетті. Және біздің Руббидің көлемі өтте үлкен болып өсіп кетті. Бөлмеге келген кітапханашы жарықты байқайды. Оның үстінен өтте алып кракен қарап тұр. Руббидің көлемі үлкейе беріп, кітапхананы қиратып тастады. Енді оның көлемі өте үлкен. Оны көрген адамның барлығы қашуда. Алайда одан қорықпай, тек қана бір адам қалды. Ол әлгі сылқым қыз Челси. Осы уақытта оның анасы адамдарға кезекті үйді саудалап жатқан еді. Көшеге шыққанда Агата өзінің қызын көреді және көлігіне отырып дереу мектепке қарай асықты. Жолда келетіп абайсызда біреуді қақып кетеді. Бұл тағы да бір кракен. Өзінің Брил деген ағасы екен. Агата ағасын көлікке күштеп мінгізіп жолын жалғастырды. Ал осы уақытта Рубби сырыйған бойымен орманның ішіне тығылуда. Алайда осындай алыпты бір жерге жасыру мүмкін емес қой. Агата қызын тауып үйімізге қайтайық дейді. Бірақ та ол сырыйған бойымен үйге сыймайды ғой. Сонда анасы Руббиға сен қайтадан бұрынғы қалпыңа келесің. Тек сәл-пәл күту керек дейді. Көп ұзамай Рубби шынымен де бұрынғы қалпына келді және Брилмен танысады. Отбасы үйге оралады. Үйге кіре салысымен Рубби ашуланып, не үшін менің қабілетімді осыған дейін жасырып келдіңдер дейді. Сонда анасы Агата, біздің денеміз тұщы суға тиетін болса, алып кракенге айналамыз деп түсіндірді.
және осындай қабілет тек қана әйел кракендерде ғана болады екен. Бұны естігенде Рубби одан сайын ашуланды және өзінің бөлмесіне барады. Рубби анасының өзінен тағы да бір нәрселерді жасырып жүр деп ойлап, үйден қашып Брилді тауып алады. Бұл бейшара бір түйір хот-дог үшін шағалалармен шайқасып жүр. Осы кезде Рубби өзінің туған әжесі бар екенін біледі және онымен кездесу үшін мұхитқа секіреді. Енді Рубби қайтадан алып кракенге айналды. Оның денесінің барлығы қайтадан жарық шашып тұр. Брил ағасы да оның ізінен секіріп, әжесіне апаратын жолды көрсетеді. Рубби бұрын кітаптан оқыған мұхит тұрғындарының барлығын өз көзімен көреді. Ал осыдан кейін Рубби кракендер патшалығына тап болды. Бұл жерден өзінің әжесімен де танысады. Әжесі нағыз патшайым екен және 7 теңіздің қорғаушысы. Ол Руббиға өзін Гран Маман деп ата дейді. Әжесі немересін тәттілермен сыйлап, өзінен кейінгі таққа отыратын мұрагері екенін айтады. Осындай жаңалықты естігенде қыз қатты қобалжып қалды. Осыдан кейін әже кракендердің ең басты мақсаты мұхитты суасты құбыжықтарынан қорғау керектігін айтады. Ал осы құбыжықтардың ең қауіптісі русалкілер, яғни суасты перілері. Сөйтсе русалкілер, су перілері тек қана өздерін жақсы көретін және шексіз билікті қалайтын тіршілік иелері екен. Олардың патшайымы Нерисса әлемдегі ең қауіпті жауыз және көне жәдігер мұхит титанының найзасы Нериссаға тиесілі. Кезінде кракендер мұхитты қорғау үшін су перілерімен соғысқан. Сонда кракендер батыр Агатаның арқасында жеңіске жеткен. Сөйтсе Руббидің анасы мықты жауынгер болған екен. Бірақ та ол таққа отырғысы келмеді. Сол үшін де өзінің отбасымен қарапайым адамдар секілді өмір сүру үшін мұхиттан кетіп қалған. Бұны естігенде Рубби кішкене ойланып, мен де таққа отырудан бас тартамын дейді. Өйткені оған мұхиттың патшайымы болғанша қарапайым мектеп оқушысы болған ұнайды. Рубби кері бұрылып жүзеді. Алайда үйіне қайтып баратқанда оны Гордон деген шал теңізші қолға түсіреді. Шал Руббиді өлтіруге сәл қалды. Бірақ та біздің басты кейіпкерді Челси құтқарады. Сөйтсе оның жаңа сыныптасы су перісі екен. Теңізші суға бомба тастайды. Бірақ та қыздар қашып үлгерді. Шалдың өзі қаша алмады. Челси Руббиға енді біз құрбы боламыз дейді. Бірақ та Рубби бүгінгі күннің ауыртпалығынан қатты шаршап үйіне қайтты. Келесі күні Рубби тыныш өміріне ораламын деп мектепке шықты. Бірақ та тыныш өмірі туралы Рубби ұмытса да болады. Адамдардың барлығы үлкен кракеннің пайда болғаны туралы және кітапхананың қирап қалғаны туралы әңгімелеуде. Рубби достарымен жолыққанда олар капитан Гордонның түсірген бейне таспасын көрсетеді. Таспада кракеннің Рубби екені байқалмайды. Бірақ сонда да қыз қорыққаннан қашып дәретханаға тығылды. Бұл жерде ол Челсиді кезіктіреді және оған қарапайым адамдар секілді өмір сүргім келеді деп мойындайды. Ал русалка оған құрбылар құсап мектепті аралайық дейді. Екеуі бірге мұхитта жүзеді және уақыттарын өте керемет өткізуде. Ақыры екеуінің бір-бірінен жасыратын ештеңесі қалмады. Челси құрбысына айыр сияқты найза үшін кезінде кракендер мен русалкілердің шайқасқаны туралы айтады. Және сол шайқаста оның анасы Нерисса патшайым қайтыс болған екен. Ал осыдан кейін русалка Руббиға кракендер мен русалкілердің татуласуы үшін айырға ұқсайтын найзаны маған сыйлашы дейді. Біздің аңқау Рубби сұлу құрбысына айтқанына келіседі. Осы кезде Агатаға ағасы Брил тағы келді. Жаңалықтардан алып кракен туралы әңгімелеуде. Кракенді қолға түсіру үшін капитан Гордон барлығына дайын. Сонда Артур, Брил және Сэм капитанға кракенді аулауға көмектесеміз деп құлақтан теуіп оның командасына қосылады. Челси найзаның қайда екенін біледі, бірақ та оған жақындай алмайды. Оны алу үшін өте мықты кракеннің күші керек екен. Бірақ та әзірге Руббидің дәл ондай алапат күші жоқ. Сонда біздің кейіпкер қайтадан өзінің әжесіне оралып, кракеннің күшін қалай пайдалану керектігін үйретші дейді. Гран Маман немересін мұхиттың бар күшін пайдаланып керемет жаттықтырады. Сонымен қатар кракендердің ең басты қаруы Супермен сияқты көзімен лазерлік сәуле шашуды үйретеді. Рубби тоқтаусыз жаттығулардан күннен күнге мықты болуда. Алайда найзаны алу әлі де қолынан келмеді. Осы уақытта мектепте бітіруші түлектердің кешіне дайындалып жатыр. Рубби тек қана Челсимен сөйлеседі, ал бұрынғы достарына бұрылып та қарамайды. Капитан Гордон теңізден тағы да бір кракенді байқайды. Ал қасындағылар үйтті-бүйтті әйтеуір шалға аулатқан жоқ. Олар кракеннің орнына қарапайым жанатын медузаны қойып қойған. Түлектердің мектеп бітіру кеші басталды. Рубби анасын жаңа құрбысымен таныстырады. Бұны көрген Агата қызының русалкамен достасқанына қатты ашуланды. Өйткені олар қанша ғасырдан бері русалкілермен соғысып келген еді. Осылайша Агата қызына Челсимен араласуына тыйым салды және әжеңе де енді қайтып бармайсың дейді. Бұған Рубби қатты ашуланып, алып кракенге айналып мұхитқа қарай кетті.
Агата анасымен сөйлесуге келді. Ол анасына Роббидің Нерисаның қызымен достасы болғанын айтады. Сонда Грант маман қатты қорықты. Өйткені русалкілер патшайымы Нерисаның ешқашанда баласы болған емес. Ал біз қайтадан Роббиға ораламыз. Оның тек бір мақсаты бар. Мұхит найзасын Челсиға алып беру. Оның бойында сондай ашу ыза, жек көрушілік және алапат күш болғандықтан, ақыры барлық кедергілерден өтіп, русалкілердің, яғни су перілерінің теңіз найзасына қол жеткізді. Робби өз-өзіне риза болып, теңіз найзасын өзінің құрбысына әкелді. Енді мақсатына жеткен құрбысы өзінің шын мәнінде русалкілердің патшайымы Нериса екенін мойындайды. Русалка өтте үлкен көлемге өзгерді. Ол ақмақ болған Роббиді алдағанына мақтанып, бір соққы беріп тастардың астына қалдырады. Осы уақытта кемедегі түлектердің кешінде Конор жалғызсырап мұңайып отыр. Қолына теңіз найзасын ұстаған өтте үлкен русалка мұхиттың түбінен жоғарыға шықты. Ендігі оның мақсаты қаланы түгелдей жойып жіберу. Осы кезде судың бетіне Агата мен Грант маман шықты. Екеуі жабылып русалканы тоқтатқысы келеді. Алайда русалкаде өте мықты жәдігер болғандықтан, оны жеңу мүмкін болмай тұр. Брил мұхиттың түбінен Роббиді тапты. Ол кептетілген тастың арасынан шығуына көмектесіп, жігерлендіретін сөздер айтты. Сонда біздің батыр қыз Нерисаны тоқтату үшін судың бетіне шықты. Мектептегілердің барлығы олардың жекпе-жегін тамашалауда. Шайқастың кесірінен толқын пайда болып, түлектер кеші болып жатқан кемені су басқалы жатыр. Сонда Робби кемені көтеріп алып, ішіндегі адамның барлығын ажалдан құтқарды. Кемені қойғаннан кейін ол қайтадан төбелесін жалғастырды. Және Супермен сияқты көзінен лазер сәулесін шашады. Робби анасы мен әжесіне теңіз найзасының көзін құртуға болады дейді. Осылайша үш алып кракен көзінен шығатын лазер сәулесін пайдаланып, теңіз найзасының көзін құртты. Енді Нерисаны жеңгеннен кейін русалка қайтадан бұрынғы қалпына келді. Осыдан кейін русалканы Гордон қолға түсіреді. Робби анасының осыған дейін шындықты жасырған үшін оны кешірді. Ал кейін қайтадан кемедегі түлектердің кешіне барады. Мектептегілердің барлығы оны батыр қыз ретінде күтіп алды. Робби өзінің достарымен қайтадан татуласып, Конорды биге шақырды. Әрине жігіт те дереу келіседі. Иә, оның сүйіктісі Кракен. Онда тұрған не бар дейсің? Болса бола берсін. Арада аздаған уақыт өткен соң, барлығы бұрынғы кәсіптеріне кірісті. Робби мен Конор енді бір-біріне ғашық жұптар. Ал Роббидің өзіне келсек, ол мұхиттың қорғаушысы. Себебі мұхитқа әрдайым кракен керек, ал кракенге әрдайым мұхит керек. Достар, мультфильм ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейікші. Ал видеоның соңында африкалық достарымыздың сәлемдемесін қабыл алыңыздар. Dostlar Kıskaşa Kino. Dostlar Kaşakino. Arnasına takılayım. Arnasına takılayım. Джунглилау, таулау, аштау өңіріш. Джунглилау, таулау, аштау өңіріш. Ура!